Қайырлы кеш қыздар, бүгін өте дәмді тауықпен картошка духовкада пісіріп үйренетін боламыз. Өте қарапайым рецепт, жасап көріңіздер. Барлығыңызға таныс дәм деп ойлаймын. Алдымен тауығымызды осылай жуып алыңыздар жақсылап. Мен екеуін қолдандым. Енді адам санына байланысты өзгертсеңіздер болады. Одан кейін тауықты керек емес жерлерін осылай видеодағыдай алып тастайсыздар да жақсылап бөлшектеп турап алыңыздар. Одан соң табамызға салып қойыңыздар. Енді картошкасын дайындауға кірісеміз. Видеодағыдай картошканы майдалап тураңыздар. Өте майда керек емес, өйткені езіліп кетеді. Картошкамызды жақсылап турап, тауықтың бетіне салып қойыңыздар. Енді пиязымызды тураймыз. Мен 2 бас пияз қолдандым. Пиязды жақсылап турап, ішіне салып, енді приправаларын қосатын боламыз. Яғни дәмдеуіштерді қосып, дәмін келтіреміз. Мен 2 кішкентай қасықпен приправа салдым. Паприка салдым. Одан кейін тұз, осы тауықтың өзіне арналған дәмдеуіштер бар ғой, соны алып қоссаңыздар болады. Для курицы деген. Одан кейін барып, қара бұршыңызды саласыздар, жарты шыны шай кесемен сұйық майды қойыңыз. Енді жақсылап араластырып алыңыздар. Жақсылап араластырғаннан кейін бір 15-20 минутқа қалдыруға болады, өйткені тамақтарыңызға сіңіп, дәмі өте дәмді болып тұрады. Енді ол қалауларыңызға байланысты, егер асығыс болсаңыздар, бірден осылай араластырып алғаннан кейін пакетке салып тастап духовка қоюға да болады. Дәл осылай араластырыңыздар, жақсылап барлығына дәмдеуіштер тиіп барсын, өйткені дәмді болу үшін. Одан духовкамызды қосып дайындап қоямыз. Осы уақытта 180 градусқа қоясыздар духовканы. Енді әркім духовкасы әртүрлі, соған байланысты піседі. Негізі 180 градуста 40 минут, ары кетсе 1 сағатта піседі. Осындай дайын пакеттер бар, өздеріңіз білесіздер. Пакеттер сатып алып қойсаңыздар да болады үйге. Одан кейін өстіп, аузын жауып, пакетке салып, 180 градусты қызып тұрған пешке тамақты салыңыздар. Жалпы осылай дайындалса өте дәмді шығады. Мен сіздерге гарантия берем. Егер тамақ ұнаса, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Қазақша YouTube каналды қолдайық. Жалпы мен тамағым дайын, өте дәмді шығады. Осылай жасап көріңіздер. Сау болыңыздар.